Сәлем достар, духовкада, яғни пеште ерекше әдіспен дайындалатын осындай борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Байқап тұрғандарыңыздай өте қып-қызыл болып түсін сақтап шығады. Дәмі енді ерекше дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен көкөністердің барлығын осылай ашып дайындап аламыз. Барлық рецепті описанияға қалдыратын боламын. Және де осындай фасоль қосамыз, красный фасоль деген. Тауықты пісіретін ыдысқа саламыз, қызанақты ортасынан бөліп, жіңішке етіп тураймыз. Картофымызды төртбұрышты етіп тураймыз. Томатный пастамызды қосамыз, біраз қасық. Қызыл бұрышымыздың ортасында дәнектерін алып тастаймыз, өйткені қатты ащы қылып жіберуі мүмкін. Бұрыштың өзін турап қосамыз. Сәбізді де төртбұрышты етіп тураймыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып кетіңіздер, және де лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Болгар бұрышын турап шығамыз, ұзынша етіп. Қызыл фасольді саламыз. Салмастан бұрын ішіндегі суын төгіп тастаңыздар, және де бір шайып жіберіңіздер. Тұзды саламыз, бұрышты саламыз. Бір шай қасық паприка саламыз. Жуамызды да ұсақтап турап аламыз. Және сарымсақты тураймыз. Және соңынан орам жапырақты турап шығамыз. Ұсақтап турау қажет. Қызылшамыздың сыртын аршып, осылай үкіштен өткізіп аламыз. Қазанымыз толғанша су құямыз. Осылай араластырып, бетін жауып, пешке 160 градуста 3 сағат жарым пісіреміз. 3 сағат жарымнан кейін аламыз. Бұл тағамдың бір жақсы жері, пешке салып қойғаннан кейін қайта-қайта қарап жүрмейсіз, басқа шаруаларыңызды жасай беруіңізге болады. 3 сағат жарымнан кейін сізде осындай кереметтей дәмді борщ пісіп тұрады. Достар, түсін қараңыздар, қып-қызыл болып шығады, осындай болып. Дәмі енді вообще айта алмаймын енді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Және де аздап укроп сеуіп жіберіңіздер. Менде мына жерде укроп және көк шуға. Газға піскен борщқа қарағанда дәмі өте ерекше болады. Баршаңызға ас болсын.